Шабыт білім және шығармашылық орталығы біз сәуір айынан бастап мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл мемлекеттік тапсырысты біз қалалық білім бөлімі және облыстық білім басқармасының өткізген конкурсына қатысып жеңіп алдық. Бізде барлығы 201 бала мемлекеттік тапсырыс бойынша тегін үйірмелерге келіп жүр. Бізде домбыра, ішекті аспаптар үйірмесі, гитара, ішекті аспаптар үйірмесі, вокалдық ансамбль, хореография, халықтық заманауи және хореографиялық ансамбль. Сонымен қатар сурет салу бағытындағы 2 үйірме жұмыс жасайды. Ол кескіндеме, живопись орысша айтқанда, және графика үйірмесі. Мне нравится ходить в шаббат. Мне нравится ходить на танцы. В Центре развития личности New Star занимается порядка 1000 учеников по программе «Продленка» и подготовка к школе. В рамках государственного социального заказа они посещают бесплатно кружки, такие как живопись, декоративно-прикладное искусство, хореография, шахматы, тоус-хомалак и карате. Дети очень активные, им очень нравится. Дети активно посещают данные кружки и уже показывают свои первые результаты. Меня зовут Ясмин. Меня учительницу зовут Асултаз Бекетовна. Я люблю New Star. Айсултанбын. Менің жасым 5-те. Мен шахматқа барам, маған ұнайды.